Қайырлы күн достар, бүгін біз осындай тефтелидің ішінде жұмыртқасы бар, тез жасалатын өте дәмді тағамды жасаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен пиязымыздың жарты бөлігін бөліп аламыз, одан кейін ұсақтап миксермен жақсылап барлық пиязымызды ұсақтап аламыз. Немесе үйіңізде миксер болмаса, пиязды жақсылап ұсақтап турасаңыз да болады. Мінекей біздің пиязымыз осылай майдаланды. Енді оның барлығын бір табаға әдемілетіп саламыз. Пиязымызды қосамыз, одан кейін 200 немесе 300 грамм фаршымызды қосамыз, бір қасық тұзымызды, жарты қасық тімен және де қара бұрышымызды, 20 грамм күрішімізді, бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Енді етімізді осылай бір текті етіп ұрып аламыз. Етіміз жақсы ұрылса, онда ол бір-бірлеріне ыдырап кетпей, бір-бірлеріне жабысып тұратын болады. Шамамен мен бір 4-5 минуттай етімді ұрып алдым. Барлық көкөністерімізді енді алдын ала жақсылап тазалап аламыз, одан кейін ірілеу қылып тураймыз. Бұл тағамға 4 штук, яғни 4 дана картоп жеткілікті. Енді кесілген картопымызды бір ыдысқа саламыз. Картопымызды турап болған соң, енді сәбізімізді де дәл солай ірілетіп тураймыз. Одан кейін манағы қалған жарты пиязымызды жұп-жұқа етіп тураймыз. Пиязымыз туралып болды. Енді тәтті болгар бұрышын қосамыз. Тәтті болгар бұрышы сәл ғана болса жеткілікті, яғни болгар бұрышының 4-тен 1 бөлігі. Одан кейін біздің тамағымызға дәм беру үшін қызанағымызды да осылай тураймыз. Бір қызанақ жеткілікті. Бірақ та бұл кезекте қызанағымызды ірілетіп емес, сәл ұсақтатып тураймыз. Өйткені ол бізге қазір табамызға қуырған кезде біздің барлық қызанақтарымыз еріп кетуі керек. Алдын ала қызып тұрған табаға енді пиязымызды қуырып аламыз. Одан кейін барлық көкөністерімізді, яғни картопымызды, тәтті бұрышымызды, сәбізімізді қосып, осылай жақсылап араластырамыз. Бұл кезекте оттың асты қатты болу керек. Одан кейін оған бұрышымызды, тұзымызды және де бір ас қасық паприкамызды қосып, жақсылап барлығын араластырып, бетін жауып, орташа отта бір 15 минуттай қуырып аламыз. Біздің көкөністеріміз 5 минуттай қуырылып болды. Енді оған ұсақтап туралған қызанағымызды қосып, тағы да бір 15 минуттай қуырып аламыз. 15 минут уақыт өткеннен кейін енді біздің көкөністеріміз жақсылап қуырылып, бір-бірлеріне дәмі шыға бастайды. Одан кейін бір шай қасық қызанақ пастасын қосамыз. Айта кететін бір жайт, егер де сіз қызанақ пастасын жақсы көрмейтін болсаңыз, онда бұл тағамға қоспасаңыз да болады. Енді барлық қызанағымызды араластырып, 2-3 минут қуырып алған соң, оған 250 немесе 300 грамм мұздай суымызды қосып, біздің суымыз қайнағанша жақсылап араластырамыз. Енді суымыз қайнап кеткенше алдын ала 2 жұмыртқамызды пісіріп аламыз суға. Одан кейін осылай ұсақтап немесе жұмыртқамызды 2-ге және де 4-ке бөліп аламыз. Одан кейін әдемілетіп, енді котлеттерімізді алып, осылай дөңгелекті формаларымызды жасап, ортасына жұмыртқамызды қосып, тағы да осылай дөңгелекті формасын жасаймыз. Тағы да біреуін көрсетіп жіберейін сіздерге. Егер де рецептім ұнап жатса, видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, қандай да бір жаңа рецепт келсе, сізге міндетті түрде хабарлама келетін болады. Суымыз бізде қайнады. Енді жақсылап қайнап тұрған суымызға барлық тефтелияларымызды салып, бетін жауып, орташа газда 30 минутта пісіріп аламыз.
Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі керемет боп шығады. 30 минут уақытымыз өтті. Біздің тефтелияларымыз дайын болды. Енді ортасын кесіп көрейік. Жұмсақ боп шығады, ал ортасында осындай өте дәмді жұмыртқа шығады. Жасап көріңіздер, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдыруға ұмытпайық. Сіздермен бірге болған Гаухар, ас болсын.